Көздері қызарған, ауыздары қураған, ыржың-ыржың етіп күле беретін кісілер кім? Әрине өздеріңіз білетіндей, шайтан шөптің достары дейміз. Армысыздар ағайын, өздеріңізбен доктор Шырхан Тибет каналына қош келіпсіздер. Бүгінгі тақырыбымыз шайтан шөптің адамның ағзасына қаншалықты пайдасы бар, немесе тек қана зиян ба деген мәселені талқылайтын боламыз. Әрқайсысын пункттермен пунктына бөліп, өздеріңізге түсінікті болу үшін жеткізетін боламыз. Тақырыпты бастамас бұрын өздеріңізге бір сұрақ. Жалпы өміріңізде егер бір рет болсын осы шайтан шөпті қолданып көрген болсаңыздар, лайк баса кетіңіздер. Егер өміріңізде бір рет болсын жанына жоламаған болсаңыздар, комментарий жаза кетіңіздер. Бұл біз үшін өте маңызды, ешкімге айтылмайды. Жалпы шайтан шөп дегеніміз не? Қай жақтан келген бәле? Әлде кеше пайда болған нәрсе ма? Жоқ, әрине. Ол шайтан шөптің тарихы әрине ұзын, біздің ғасырымызға дейін болар келіп жатқан. Ол сонау парсы мемлекеттерінен, немесе мынау араб мемлекеттерінің арғы бетінен келген дүние. Бұл көбінесе Үндістан жақта өскен нәрсе. Ол жалпы былай айтқанда марихуананың бір бөлігі ғой. Әр елде әрқандай аталады. Біздің елімізде шайтан шөп деп аталады, бірақ оны көбінесе біздер басқаша атаумен атаймыз. Оны айтпай қойық, ютубта отырмыз, сол себепті шайтан шөп дей берейік. Ал басты бұл жерде бұл шайтан шөптің құрамында ең басты кіретін зат, миды улайтын зат, адамға кайф беретін зат, адамның есін тандырып қоятын зат. Ол қандай зат? Именно шайтан шөптің құрамында болатын ТГК дейміз. Ол дегеніміз тетрагидроканнабинол деп атаймыз. Тетрагидроканнабинол. Ол именно сол заттың 90% көлемінде, өлшемінде болғандықтан, именно ішінде. Сол бірінші очта қайда барады? Миға тебеді. Даже тура солай темекі сияқты да бір тартқанның өзінен миға уланғаннан, жалпы миыңыз уланады, түтін арқылы мидың нейрондарын қозғалтай бастайды. Және сол мидың нейрондары қозғала бастаған кезде адам не болады? Адамға дофамин деген гормон келеді. Яғни дофамин деген гормон ол қуаныш гормоны деп атаймыз. Сол қуаныш гормонын, дофаминді бөлген кезде адам не істейді? Кайф болады. Кәдімгідей елжіреп, денесі босап, былай айтқанда қан жүреді ғой, былай айтқанда. Сол себепті сол дофамин деген гормонды тасымалдаушы, жалпы былай түрткі беретін сол тетрагидроканнабинол деп аталамыз. Сол шайтан шөптің құрамында. Ол не үшін, былай айтқанда, көп адам тәуелсіздікке болады? Өйткені біліп жатасыздар, егер экспертизаға баратын болса, бірінші сортта сізге именно осы шайтан шөпке егер подозрение болатын болса, онда сізден ешкім қан алмайды. Бірінші очередте не алады? Моча, яғни зәрді анализге тапсырады. Өйткені ол бірінші зәрге барады. Яғни зәр арқылы, ол дегеніміз не деген? Жалпы бірінші шайтан шөп қанға емес, адамның ағзасындағы 80%-дан тұратын сума сол сұйықтыққа барып енеді. Сол арқылы бүкіл денені уралап, бүкіл ағзаны енді былай өзінің реакциясын беріп, зәр арқылы шығып кететін болады. Немесе термен шығады. Сол себепті бірінші сұйықтықтың азаюынан, ауызды қурап кететін себебі, именно осы шайтан шөптің ауызды қурайтын себебі, ол сол сұйықтықтың азаюынан, сол шеккен кезде жалпы адам сұйығы азаяды, былай айтқанда. Қысқаша айтатын болсақ, есте сақтау қабілеті бұзылады, ойлау қабілеті бұзылады, және де психоз, шизофрения дейміз ғой, сол ауруға келдіріп туғызады. Ол 30 күн, мысалға, баста осы тақырыптың видеоның басында көргендеріңізде 30 күн қатарынан шайтан шөпті шексең не болады дегенде, 30 күн қатарынан тоқтамай шегетін болсаңыз, сізге гарантия шизофрения немесе психоз боласыз. Ол дегеніміз жүйке аурулары, жүйке ауруларынан адам деген былай айтқанда жынды немесе тентек болады. Ол факт нәрсе, ол дәлелденген нәрсе. Сол себепті егер күніге шегетін азаматтар болатын болса, мүлдем тоқтатыңыздар ағайын, әлде де кеш емес. Ал шайтан шөптің физикалық әсерлері қалай, яғни ағзаға қаншалықты әсері береді? Миды талқылап өттік. Енді адамның ағзасына қалай әсері береді? Бірінші иммунитет төмендеп тастайды. Иммунитетті сондай төмендеп тастағаны кәдімгі тұмаудан немесе мұрын ағу, жөтел деген себептер көбейе бастайды. Екінші,
өпке аурулары көбейеді. Созылмалы өпкеге су жиналу дейміз, жаңа қақырық, мынау бронхит, бронхиальный астма дейміз. Сол именно бронхит именно мынау жерде трахея дейміз ғой, жалпы бронхит, бронхиальный астма екеуі екі түрлі нәрсе болғанымен, бірақ оның соған алып келетін жалпы сол шайтан шөптің әсері болып табылады. Ол 100% дәлелденген, және де көбінесе айтатындай, көбінесе шайтан шөпті қолданатын кісілердің давлениясы, яғни қан қысымы өте жоғары болады. Неге десеңіз, жүрек қан, былай айтқанда шөп шеккен кезде, былай айтқанда жүрек қатты соғатын. Сол себепті қатты соққан кезде шамадан тыс қанды жүргізеді, яғни насос қол. Сол шамадан тыс қан жүрген кезде не істейді? Қан қысымы көтеріліп кетеді. Бір көтерілген қан қысымын түсіру өте қиын ғой. Көк шай ішесіз ба, әлде басқа қыласыз ба, өте қиын болады. Сол себепті физикалық әсерлері осындай темалардан тұратын болады ағайын. Психикалық және де мынау физикалық әсерлерінен басқа тағы да әлеуметтік әсері, яғни зияны бар. Өздеріңіз білесіндей, құқық бұзушылық, отбасыда тыныштықтың бұзылуы, әлеуметке қарсы шығу, оның барлығы мынау мидың уланғаннан болып келеді. Яғни сол дофамин гормонының шамадан тыс бөлінгеніне қатысты адамда, мысалы үшін, уже 30 күн егер шегетін болсаңыз, қатарынан тоқтатпай, адамда не басталады? Ұйқысыздық, депрессия, стресс дейміз, сол именно шизофрения кезінде, шизофренияны туғызатын негізі көбінесе сол депрессия, стресс және ұйқысыздық, бессонница дейміз ғой. Сол үшеуі қатарлас келген кезде шизофренияның болу 100% ағайын. Сол себепті әлеуметтік әсері өте орасан бұның. Үйдегі бұзақылық, көшедегі бұзақылық, отбасының тыныштығы міндетті түрде бұзылады. Сіз постоянно под кайфын болғаннан кейін не болады? Сізге тағы да одан да артық кайф қылыңыз келе береді. Өйткені ол бәленің, айтқанда шайтан шөптің құрамындағы бағанағы гидрокарбаминол дегенім затымыз, мысалға, ол жарты сағат, 1 сағат қана ұстайды адам денесінде. Жасырмаймыз, бәріміз жас кезінде, өзім де солардың арасында болғанбыз. Жалпы бізде студент болғаннан кейін ондай шегіп көргенбіз, оны мойындаймыз. Жарты сағаттан, 1 сағаттан артық ол ұстамайды. Сөйтіп 1 сағаттың ішінде кайф тарағаннан кейін адам не істейді? Қайтадан іздей бастайды. Енді ол көп уақыттан бері шайтан шөпті қолданып келатқан адамдарды айтамын. Егер бастапқы кезде айына 1 рет, аптасына 1 рет бұлай көріп тұрған адам, ол бірден үйрене қоймайды. Ол өйткені сіздің ағзаңызға сіңіп үлгере алмайды. Ол дегенім айына 1 рет жеп тұрған дегенім сөз емес, бұны мүлдем құрту керек. Көп адам енді дұрыс түсінбей қалуы мүмкін ғой. Біздің небір жастар бар, шашал десең бас алатын, сөзіңді дұрыс ұғынбай, айына пәленше доктор шыққан айтқан екен деп айына 1 рет жеп тұратын адамдар зиян болмайды деген сияқты. Жоқ, олай болмайды. Бастамадыңыз ба, шекпедіңіз ба, мүлдем шекпеңіз. Енді басты мәселе айтып кетейін. Көп адам сұрайды, тек қана зиян ба? Неге десеңіз, әрбір зиян нәрсенің кішкене болсын пайдасы да болады ғой деп. Бұның пайдасы негізі бар нәрсе, бірақ ол қандай жағдайда. Мысалға, спид ауруын білесіздер, немесе рак ауруларын, обырларды білесіздер. Ол негізі басында бұл шайтан шөпті жалпы как наркоз ретінде қолдануға арналған ғой негізі. Мысалы үшін рак аурулары қаншалықты ауру екен, оны тек қана рак болып көрген, немесе үйінде рак болып көрген адамдар ғана түсінеді, адамдар ғана біледі. Сол себепті осы обезболивающий наркоз ретінде күнделікті наркоз ала бермейді. Сол үшін осы яғни шайтан шөпті врачтар жазып айтады, енді кеңес береді көп жерде. Енді оны біз енді заңымызға талқылағанда ешкім ала бермейді ғой, мысалы заңсыз нәрсе болған. Сол себепті сол наркоз ретінде пайдаланған. Біздің кісілер оны не істеді? Оны наркоз ретінде емес, жалпы өзінің құмарын қандыру ретінде пайдалана бастады. Ал мынау мемлекет, яғни шетел мемлекеттерінде, көбінесе Еуропа дейміз, мысалға батыс Еуропа, мысалға Амстердам, Голландия дейміз, былай айтқанда Нидерландыда, және де кейбір Францияның кейбір жерлерінде, мысалы Еуропаның көп жерлерінде ол нәрсе заңды түрде. Неге оны заңдастырып қойды? Неге заңға қайшы емес десеңіз, өйткені оларда мынаған жалпы араққа көбірек салынып кеткеннен кейін, арақ ішкеннен гөрі арақты осымен ауыстырыңдар деп
жалпы приказ келгеннен кейін олар ауыстырады да, сонымен не болады, арақтан көрі анадан кішкене зардабы аз болған екен, соған өтіп кеткен. Сол үшін оны заңды қылады да, арақ шарапты көп, спирті көп арақ шарапты заңсыз қылып қояды. Сол себепті тепе-теңдік ұстайды деп отқан жерім ғой. Сол себепті бұл жерде көбінесе обезболивающий, яғни наркоз ретінде пайдаланған, баяғы заманда наркоз болмаған. Сол себепті осы шайтан шөпті қолданған ауыратын кісі болса, қатты жаны қиналмасын деп осыны пайдаланған. Сол себепті адаспаңыздар, бұның пайдасы жоқ. Егер сіз рак ауруы немесе спид ауруы, мынау қатты қиналатын аурумен ауырмасаңыз, бұл тек қана кайф беруші мақсатында егер қолданатын болсаңыз, бұл өте қателесесіз, соңы жаман болады ағайын. Сол себепті өздеріңізді осы жалпы шайтан шөптен асыраңыздар, әсіресе балаларыңызды асыраңыздар. Өйткені бұл шайтан шөпке қызығушылық 14-15 жастан басталады. Ол күнделікті статистикаға байланысты нәрсе ғой, көріп жүрміз ғой. Сол себепті балаларыңызды қорғаңыздар ағайындар. Көзде қызарса, аузы қурап жатса, немесе әрдеңенен айтып бір ыржиып өзінен өзі күле берсе, өздеріңіз білесіздер не істейтінін. Міндетті түрде өздеріңіз бірінші сөйлесіп көріңіздер, соңында өздеріңіз сөйлесе алмасаңыздар, психологқа апарыңыздар. Бірінші мәселе сол, бірінші көмегіміз сол болады. Енді ары қарай жағдайға қарап көресіздер. Құдай сақтасын бәрімізді, деніміз сау болсын. Әрқашанда отбасыларыңызға амандық, тыныштық тілейміз. Өзіңізден болған доктор Шерхан, сау болыңыздар.